Қайырлы күн достар барлықтарыңызға. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын және үйдегі бар заттан дайын болатын панкейк жасап көрсететін боламын. Бізге алдымен жылы сүтіміз жылы болу керек. 2 жұмыртқа. Мен составтарын астына жазып кетемін. Осы екеуін әбден араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен, болмаса миксермен де араластыра берсеңіздер болады. Венчиктің көмегімен араластырып болғаннан кейін келесі құмшекер, ерітілген сары май салып, оларды жақсылап араластырып аламыз. Және бір шай қасық разрыхитель саламыз. Қопсытқыш. Сосын онда 2 бөлік салып, оларды араластырып аламыз. Осы аралықта жай отқа табамызды қыздырып, астын майлап, дайындап қоямыз. Табамыз жақсы қызып тұрған болу керек және асты жай отта тұру керек. Табамызды қыздырып, оны әбден біркелкі болғанша араластырамыз. Іртік болып қалмау керек. Жиектен бәрін араластырып аласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін табамызға құямыз. Бұны блини табаға пісірсеңіздер өте вообще жақсы болып шығады. Менде болмай қалды. Сосын мен осындай газ табаға пісіріп жатырмын. Осындай піседі. Ортасының бәрі әдемі болып пісіп шығады. Уайымдамаңыздар. Үстіне пал, варенье, тағы басқа нәрселер қосып жесеңіздер болады. Арасына банан қосып пісірсеңіздер де болады.